Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте керемет болып шығатын және де ең қарапайым рецепттен жасалынатын орам жапырақ пен сәбізден жасалынған салат жасайтын боламын. Сондықтан мен видеомды соңына дейін қарап, егер рецепт ұнаса міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және де менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып өтуді ұмытпаңыздар. Мұнда керек заттардың барлығын көрсетіп қойдым. Барлық құрамды описанияға міндетті түрде жазып өтетін боламын. Сондықтан дәл сол құраммен жасап көріңіздер. Мұнда ең алдымен орам жапырағымызды турап алатын боламыз. Мен орташа соломка қылып турадым. Сіздер кез келген формада турап алсаңыздар болады. Яғни 4 бұрышты, 3 бұрышты немесе кішкене майда қылып турасаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде, яғни өз қалауларыңызда. Мұнда барлығын турап алдым. Енді осындай ашылмай қалған орам жапырақтар болса, араларын ашып жібереміз. Келесі сәбізді осындай үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Кез келген үккіш жарайды. Мұны барлығын өткізіп алдым. Енді сарымсақты осындай ең кішік үккіштен өткіземіз. Немесе арнайы сарымсақ езгішпен езіп алатын боламыз. Келесі осы туралған заттарымыздың бетіне орташа кішкентай қасықпен 1 қасық тұз, үлкен қасықпен 1 қасық қант, және осындай 2 қасық куркума кішік қасықпен, және 1,5 қасық кориандр. Барлық дәмдеуіштер кез келген дүкеннен таба аласыздар. Енді осындай 2 қасық паприка. Және мен жарты қасық ашты бұрыш салдым. Сіздер одан да аз салсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Және осындай 70% сірке суын құямыз. Соңында дәмдеуіштердің бетіне қатты қысып тұрған сұйық майды құятын боламыз. Келесі майымыз ыстық болғандықтан ең алдымен осындай қасықтың көмегімен араластырып жібереміз. Ары қарай қолымыздың көмегімен жақсылап салатымызды мұжып араластыратын боламыз. Ол мұжған кезде ол ешқандай да езіліп кетпейді. Барлығы бір-бірімен бірігетін болады. Мен барлығын араластырып алдым. Енді бетін жауып 2 сағатқа салқын жерге қойып қоямыз. Немесе түнде жасасаңыздар болады. Таңға дейін барлық дәмдеуіштер бір-біріне сіңіп тұрады. Мұны менде осындай өте керемет және тәбетті ашатын осындай салат шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге менің рецептім ұнаса, пайдалы болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.